Yaşayыншы деп асиетін, ұстазым бар сенің қасиетін. Білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді асыл бейнең. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арнасам саған осы аяулы әнім. Адам болып жаралған соң, әр пенденің өз жолы, өз тағдыры бар. Өмір дариясында әркім өзіне тән, еншісін алып, тіршілік кешеді екен. Мен саналы ғұмырымды ғылым білімге арнап, бар күш жігерімді шәкірт тәрбиелеуге бағыттаған жанмын. Сондықтан, елдегі кез келген жақсылыққа жан дүниеммен, бар болмысыммен қуанамын. Таяу күндерде ғана жұртшылыққа жол тартқан елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттің 5 әлеуметтік бастамасы атты халқына үндеуі мені ерекше әсерге бөледі. Қатты толғанысымды жасыра алмай қолыма қалам алдым. Тамыры тереңде жатқан тарихымызға үңілер болсам, халқымыз жақсы мен жаманды, бар мен жоқты қатар көрді. Тар заманға тап болып, тайғақ кешкен тұстарда аз болған жоқ. Толықсыды, бірақ талған жоқ. Қилы күндердің қыспағынан аман өтіп, ата-бабаларымыздың армандаған асқақ арманын биігіне көтерілдік. Азаттықтың ақ таңына жеттік. Егемендік алып, еңселі ел болдық. Тәңір ием нұрын шашып, өшкеніміз жағылып, өткеніміз таңылды. Болашаққа бағдар алған қазақ елі, халқының асыл мұратын, асқақ арманын, бүкіл әлемге әйгіленген бір ұлына сенім артты. Сол бір сенім отымаздап жанып, миллиондаған кеуделерге жалын сыйлады. Ұстаз жолы қиынырақ басқадан, сырлары көп, сыртқа әлі ашпаған. Шаршаса да осы жолдың бойында, қандай рахат, шын бақытын тапсадам, деп ақын жырлағандай. Шынымен де мен бақыттымын ба деген сұрақты өзіме талай рет қойдым. Осы сұрақтың жауабын іздеп, талай түнді ұйқысыз өткіздім. Өткенге көз жіберіп, іс-әрекетіме талдау жасап алғым келеді. Қандай жұмысты атқарсам да әділ, адал атқаруға тырыстым. Менің өмірдегі бақытым жүрек қалауымен ұстаз болу. Бұл сөзді мен жай ғана айта салмаймын, өйткені бұлай айтуым үлкен жауапкершілік жүктейді. Ұстаз болу жай ғана мамандық емес, ол адам бағдарын жасаушы. Егерде өмірде қоғамға бейім, білім нәрімен терең сусындаған, тәрбиелі де ізгі жүректі адамды қалыптастырсам, бұл менің өмірімнің ең шынайы әрі ғажайып күні. Осындай ұстаз ұлық емес, ұлы құрмет деген Бауыржан Момышұлының керемет дана сөзі еске түседі. Ұстаздық керемет қиындығы мен қызығын көріп, үздіксіз еңбек еткеніме де 31 жыл толған екен. Соның соңғы 10 жылын өндіріс ауылындағы Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектебінде басшылық қызмет атқарумен келемін. Осы уақыт аралығында мектебіміз айтарлықтай өзгерді. Мұғалімдердің шығармашылықпен жұмыс жасауына жағдай жасай отырып, оқушылардың білім-білік деңгейлерін көтеруде, мектептің басқару жүйесін дұрыс ұйымдастыра білу мектеп басшысына тікелей байланысты. Мектеп ұжымын үлкен ұлттық оркестрдің дирижерындай басқара білу менің басты міндетім екенін ұғына отырып, бар күш жігерімді жинап, өзім басқарып отырған мектеп ұжымын заманға сай жаңа бағытта өзгерту, жетілдіру жұмыстарын қолға алдым. Қиындықты жеңе білетін, өзгелерге жол көрсете алатын, өзіне жүктелген міндетті сезіне білетін, бәріне төзе алатын жеке тұлға болуы шарт.
рухы бірдің, міндеті бір деп елбасымыз айтқандай, өмірге келген әрбір адамның міндеті өмірді босқа өткізбей, өзінің бар мүмкіндігін пайдаланып, жеткен мақсаттарынан ләззат алып, жаңа мақсатқа талпынып өмір сүріп, табанды еңбек етіп, табысты болу. Отбасыңа, өзің өмір сүріп отырған қоғамға пайдаңды тигізіп, бақытты болу. Біз бұл тұрғыдан ауыз толтырып айта аламыз. Мектебіміздің түлегі, ауылымыздың байырғы тұрғындары, Бақыт пен Бағиланың ұлы, яғни өсіп өнген отбасынан шыққан біздің шәкіртіміз қазіргі таңда Астанада құрылысшы болып жұмыс атқаратын екі баланың әкесі Бериков Русланның ерлігі куә. Астанада жаңа тұрғын үй кешенінде өрт кезінде 7-ші қабаттан 3 баланы анасымен бірге құтқарып, өрт сөндірушілер келгенше аман алып шықты. Жас жігіттің ерлігі еленіп, Астана қаласының әкімі төтенше жағдайда ерлігі үшін төс белгісімен марапаттады. Бейбіт күннің батыры атанған Руслан оны әкелік азаматтық парызым деп білетінін айтқан болатын. Осындай шәкірттеріміздің көрсеткен ерлігі ұстаздарының еңбегінің зая кетпегендігінің көрінісі деп білемін. Осы тұрғыдан алғанда заманауи басшыда шәкірттерін жан-жақты зерделей танып, оның жан жүрегіндегі қат-қабат иірімдерге жол тауып, зердесін зерделеп, мінез құлқындағы кішкене қасиеттерін ұштап, адамгершіліктің асқар шыңына өрлейтін, білімнің биік белестерін бағындыратын, соқпақтарға бағдар беретін ерен еңбек иесі ұлағатты ұстаз. Бүкіл қазақ халқының ғасырлар бойы жалғаса берер ұлт мәдениетінің шырақшысы, шынайы тұлғасы. Ұстаз сөзімен биіктік, тереңдік ұғымдары тығыз байланысты. Сондықтан мұғалім мұхит тұнығындай терең білімді адам болуы тиіс. Тереңдік ұғымының ұстаз сөзіне тән болу сыры да осында жатыр. Ана да, ақын да, хакім де бәрі сол ұстаздан тәлім алады. Осыдан соң ұстаздықты бар мамандықтан биіктеймін. Міне, заманауи басшының табыс формуласы осы деп білемін.